жан қалтасына салып, май пунктіне келіп, машинасына май құйдырған соң, ақша төлейін деп жан қалтасын ақтарса, жаяғы салған ақшалары әлдеқашан күлге айналып кеткен болып, бұны көріп шошынған жігіт тізгін ұшымен үйіне қайта оралған соң, жерге шашылған ақшаларынан бір құшағын алып, терезеден сыртқа шашып жібергенде, ақшалардың барлығы жерге түспей-ақ күл болып кетеді. Әсілі бұл жігіттің аты Қаламбек болып, әйел Ойпаңгүл екеуі қала сыртынан бір екі қабат көне үйді сатып алып, үйдің ішінен адамның қандай арманы болса да орындайтын құпия бөлме байқап, есепсіз ақша мен әйгілі суреттерді сол үйден тілеп алған болатын. Бірақ тілеп алған нәрселерінің барлығы үйден бір қадам алыстаса күлге айналып кететін болып, бұған көз жеткен Қаламбек әйеліне бұл құпиялықты айтпақ болып, жатын бөлмеге келсе, әйелі бір бопаны әлдилеп отырған екен де, бұны көрген Қаламбек шошынғаннан әйелінен бұл кімнің баласы деп сұрап еді. Әйел Ойпаңгүл оған, екеуміздің баламыз жоқ болған соң бұл баланы құпия бөлмеден тілеп алдым деп, бұны естіген Қаламбек қамбасына жарылардай болып, екеуі қатты жанжалдасып кетеді. Көп өтпей екеуі де сабырларына түсіп, Ойпаңгүл баланы сыртқа күш уақытатып келейін деп шыға бергенде, Қаламбек оны бөгеп қалудың орнына қайта далаға шығып, баланың көзі жойылсын деген оймен үндемей қояды. Ал Ойпаңгүл баланы сыртқа алып шыға сала, баланың беті қызарып шырылдай жөнеліп еді. Бұны естіп қол қусырып қарап тұра алмаған Қаламбек жүгіріп шығып, баланы көтерген бойдан үйге қайта алып кіргенде, жаңа ғана кіп-кішкентай бөбек бірдемде 5-6 жастағы балаға өзгеріп кеткен болып, бұны көріп шошынған Ойпаңгүлге Қаламбек құпия бөлмеден тілеп алған нәрселерді сыртқа алып шықса күлге айналып кететінін айтып беріп еді. Ойпаңгүл баласының мәңгі бақи үйден қарыс қадам айырыла алмайтынын біліп, ғайыптан пайда болған баласын бауырына қысып, бұдан былай баланы үйден шығармай жақсарау бекіміне келеді. Ал Қаламбек үйдің құпиялығын ішкерлей білу үшін тораптан бұл үйдің бұрынғы иелері жайлы іздестіріп көріп еді. 1975 жылы бұл үйде баласы ерлі-зайыптылардың аянышты түрде өлтірілген уақиғасы туылған болып, екеуін өлтірген адам Нақмайдында ұсталыпты. Бірақ бұл Қандықолдың аты жөнін, оның қайдан туылғанын ешкім де білмейтін болып, тіпті сол күнге дейін Қандықолды ешкім де танымайды екен. Қандықол ұсталған соң оны бір жындыханаға апарып қамаған болып, әлде тірі болғандықтан ертесі Қаламбек оны іздеп жындыханаға келіп, жаңа Қандықолдан құпия бөлме жайлы сұрап еді. Қандықол оған, есің болса ол үйден бүгін-ақ көшіп кет, әйтпесе бақытты отбасың ойрандауы мүмкін деп ескертіп береді. Бірақ Ойпаңгүл үйден кетудің орнына балаға бауыр басып қалғандықтан оны алақанына салып не десе де орындап бағып жатқан еді. Осылайдан бір мезгіл өткен соң бала да үйде қамалып жүре бергеннен жалығып далаға шығып ойнағысы келеді. Әр күндіз түні терезеден сыртқа телмірумен болады. Бірақ әр жолы далаға шыққысы келген Ойпаңгүлге айтса, Ойпаңгүл оны ұрсып, тіпті сыртқа шығып кетпесін деп үйдің терезелерін түгелмен шегелеп тастайды. Осылайдан үйден шыға алмайтынын білген бала үйдің ішінде ойына келген істеп жүріп, құпия бөлменің есігін байқап қалады. Арадан көп өтпей баланың жоқтығын байқаған Ойпаңгүл мен Қаламбек құпия бөлмеге баласын іздеп келіп еді. Көз алдарындағы көріністен таңғалып талып түсе жаздайды. Әсілі бала құпия бөлмеден тағы бір әлем тілеп алған болып, бұнда ақ қар, көк аспан және сыңсыған орман барлығы бар еді. Бірақ бұдан ашуланған Қаламбек баланы сүйрелеп, бұл жерден шығарып тастаған соң құпия бөлменің есігін жауып кілтін тығып алады. Бұдан Ойпаңгүл ашуланып, екеуі жанжалдасып жатқанда телефон шырылдап, бала телефонды ала бергенде Қаламбек жұлып алып, естісе телефон жалғаған адам жындықханада Қандықол болып, ол Қаламбекке құпия бөлменің құпиялығы жайлы айтумен бірге, сендер тілеп алған баланың сыртқа шыға алуының бірден бір ғана амалы бар. Яғни баланы тілеген адам өлсе, бала алаң сыртқа шыға алады деп, әр өзінің кезінде өлген ерлі-зайыптылардың бөлмеден тілеп алған балалар екенін, ол өзін тілеп алған ата-анасын өлтіріп тастағандықтан үйден шығып кетсе де аман жүргенін айтады. Осы кезде олардың сөзін Ойпаңгүл де тыңдап тұрған болып, Қандықолдың сөзін естіген соң қайтерін білмей, машинасын айдаған бойдан үйден шығып кетіп, бір жерге барып өзін өзі өлтіріп, баланы аман сақтап қалуды ойлағанымен, тағы да өзіне қол салуға батылы бармай қояды. Фильм ұнаса ақша жүк беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.